Сарымсақ қосылған суды күн сайын ішсе не болады? Сарымсақ ғасырлар бойы шипа көзі ретінде қолданылып келе жатқан ең күшті табиғи өнімдердің бірі. Ал сарымсақты суға салып ішу бұл ағзаны тазартып, иммунитетті күшейтетін әдістердің алдыңғы қатарында. Сарымсақ суы қалай дайындалады? Құрамы: 1 немесе 2 түйірі таза сарымсақ, 1 стақан шамамен 200-250 мг жылы су. Дайындалу тәсілі: сарымсақты майдалап немесе езгіштен езіп жылы суға қосыңыз. Оны бетін жауып 15 минуттай тұндырып қойыңыз. Таңертең аш қарынға ішіңіз. Сарымсақ суының пайдасы: иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ табиғи антибиотик. Оның құрамындағы аллицин деп аталатын зат ағзаны бактерия, вирус және саңырауқұлақтардан қорғайды. Қан айналымын жақсартады. Сарымсақ суы қан тамырларын кеңейтіп, қан қысымын реттейді. Жүрек ауруларының алдын алады. Холестеринді төмендетеді. Сарымсақ қандағы жаман холестеринді азайтып, жақсы холестеринді көбейтеді. Бұл инфаркт пен инсульт қаупін төмендетеді. Ағзаны уыттардан тазартады. Сарымсақ суы бауырды, ішектерді және жалпы ағзаны уытты заттардан тазартады. Бет терісінің жақсаруына да ықпал етеді. Іш қатуды жояды. Таңертең аш қарынға сарымсақ суын ішу ішектің жұмысын белсендендіріп, іш қату мәселесін табиғи жолмен шешуге көмектеседі. Қант деңгейін реттейді. Сарымсақ инсулинге әсер етіп, қандағы қант мөлшерін теңестіре алады. Диабетке бейім адамдар үшін пайдалы. Зиянды паразиттерді жояды. Сарымсақтың табиғи құрамындағы күкіртті қосылыстар ішек құрттарын, гельминттерді жоюға әсер етеді. Кімге ішуге болмайды? Асқазаны өте сезімтал адамдарға, жарасы, язвасы немесе гастриті барларға, жүктілік кезінде, әсіресе алғашқы 3 айда, қан сұйылтатын дәрі ішіп жүргендерге, мысалы варфарин, аспирин. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы оп-оңай әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.